Бас тартсаң, тісін қағып әкел. Ертеде Сараман мен Қараман деген екі дос өмір сүріпті. Бірде Сараман досына ренжіп қалады, бірақ онысын тамырына айтпайды. Бір күні Қараман ат қосшысын ертіп, оған қонаққа келеді. Сараман досын құшақ жая қарсы алады. Іштегі назын бетіне шығармайды. Досы да құшағын тосады. Сараман досына арнап үлкен қошқарын сойып батасын алады. Ет пісірім уақыт болды дегенде алдына бас тартады. Қараса, қойдың тістері қағылмаған екен. Досы оны байқамайды. Етін жеп, қымыз ішіп, арқа-жарқа болып үйіне қайтады. Жолай ат қосшысы: "Мырза, досыңыз бас тартқанда қойдың тісін қақпай әкелді. Сізге бір реніші бар екен" дейді. Бай шошып кетіп: "Қалайша? Ренішісі болса бас тартып сыйламас еді" деп жауап береді. Ат қосшы: "Марқұм әкем айтушы еді, қазақ біреуге ренжісе бетінен алмаған, өзгенің көңіліне қаяу, жүрегіне қылау салармын деп сақтық еткен. Назын тұспалмен, ыммен білдіреді. Мұсылмандыққа біреудің көңілін қалдырған мың қағбаны бұзғанмен бірдей екен. Сондықтан дәуде болса досыңыз сізге ренішін білдірді. Қонақ есті болса бұл сырды өзі-ақ түсінер" деген дейді. Бай аттың басын кері бұрып, досынан кешірім сұрап, ат шапан айыбын төлепті. Осыдан бастап, қой басын пісіргенде оның тісін қағып алып әкелу адал достық пен таза көңілдің белгісі болып саналыпты. Бастың тісін қақпай әкелу өкпе, назды білдіретін туралы Зейнеп Ахметова. Айта кетейін, Зейнеп Ахметова ол Бауыржан Момышұлының келіні. Зейнеп Ахметова бабалар аманаты кітабында мынандай үзінді келтіреді. Қонақтар кеткен соң жаңалап шай жасап, енді өзіміз дастархан басына отырдық. Байқайым атамның, яғни Бауыржан Момышұлының қабағы салыңқы. Бір кезде дастарханың толымды, астарың дәмді болды. Әсіресе ұмытылған тамақ қой мыналар деп әсіп пен сүт құйған өкпе оларға өте ұнады. Бірақ соның бәрін сен жіберген 4 қателік жуып кетті. Қонақтар оны байқады, байқамады дей алмайым. Ал мен анық көрдім дегенде дымым ішіме түсіп, көзім қарауытып кетті. Бүріскенім соншалық құрттай тесікке сыйып кетер едім. "Ол не, папа?" деп бәкең әкесіне қарады. Бірақ ата маған қарап, маған арнап сөйледі. "Біріншіден, есі дұрыс қазақтың әйелі қонаққа бас көтеріп кірмейді. Жаман жақсы болсын, басы ең аман. Екінші қателігің, басты шүйде жағымен әкелгенің. Қой шүйдесі емес, тұмсығымен алға беріп жүреді. Үшінші қателігің, қойдың тісін қақпай әкелгенің. Бұл ең алдымен тазалық. Қой тісінің түбінде не жатқанын қайдан білесің? Шөп жейтін, жем жейтін мал ғой. Содан кейін мұның екінші мағынасы бар. Қазір ұмытылған, көне көздер болмаса, көпшілік біле бермейтін жағын айтайын. Қазақтар талай нәрсені тұспал, ишара арқылы білдірген текті халық. Соның бірі осы қағылмаған тіске байланысты. Сыйласып жүрген екі адамның біреуі әлденеге ренжіп, бірақ соны сөз көбейер деп айта алмай жүрсе, өзі ренжіп жүрген адамы үйіне келгенде етпен бірге алдына тісі қағылмаған басты қояды. Сонда бас ұстаған адам: "Мынаның ішінде маған деген бір қыжылы бар екен, тісін басып жүріпті-ау" деп ұға қояды. Ары қарай реніштің түйінін шешіп, түсінісуге бет түзейді. Ал 4-ші қателігің, басты қасқаламай әкелгенің. Талайлар мұның мәнін ұқпайды. Ол 4 құбылан тең болсын, маңдайың ашық болсын деген ізгі тілек. Бас тарту кәдесі. Басты бас табаққа салып, сыйлы қонаққа немесе үлкен қарияға ұсынады. Ол басқа бата жасайды, бисмилля деп басты езуінен бастап кеседі. Онан соң оң құлағын кеседі де сол үйдің баласына береді. Кейде үй егесі қойдың оң құлағын кесіп алып келеді. Ондайда қойдың сол құлағын кесіп, дастархан басында отырған кішіге ұсынады. Себебі қойдың құлағында береке бар деп ырымдайды. Береке жас баланың басына қонсын деп жасы кішіге ұсынады. Басты жапырақтап кесіп, айнала отырғандарға береді. Бұл басымыз аман болсын, несібеміз ырысымыз бір болсын деген ырым. Қойдың көзін тек бір адамға ұсынады. 2 адамға ұсынса, бір-біріне ала көз болады, өшігеді дейді. Қой Ыбырайым мен Смағұлдың құрбан шалу оқиғасына куәгер болған. 2 пайғамбардың жан қиярлық махаббатын көріп, көзіне жас алыпты. Көктен қошқар түскенде Смағұл қуанғаннан қошқардың басын сипап, көзінен өпкен екен. Содан бастап қойдың көзі сыйлы кәдеге айналады. Қой көзін құрметті қонақтардың біріне ұсынуы содан екен. Аңыздарда қой Меккенің топырағынан жаралды делінеді. Меккенің шөбін жеп, зәмзәм суын ішкен екен. Сондықтан оның тілі, таңдайы, езуі қасиетті саналады. Құрбандық оқиғасында Ыбырайым пайғамбардың алақанын иіскеген деп те айтылады.
Қойдың мұрнын үй иесіне қалдырады. Қойдың тілі мен таңдайын ұсынғанда тілек айтып ырымдайды. Оны да сыйлы қонақтарға тартады. Біріне шешем бол деп тілін ұсынса, біріне күміс көмей әнші бол деп таңдайын береді. Қойдың езуін жегенде езуімізден май кетпесін деп ырымдайды. Қойдың басын әкесі тірі адам ұстамайды. Ел арасында әкем өліп қалады, әкемнің басын қадірлемей кетерім деген ырымдар бар. Мұның себебін діни аңыздарда былай деп тарқатады. Ыбырайымға көктен қошқар түседі. Смағұл аман қалған соң құрбандыққа тек қана мал шалу міндет болып бекиді. Ыбырайым қойды құбылаға қаратып бауыздайды. Періште Смағұлға қосылып тәкбір айтып тұрыпты. Бұрын малды құрбандыққа шалғанда өртеп жібереді екен. Ыбырайым қойды бауыздап болған соң өртемек болады. Сол кезде Жебірейіл періште: «Әй Ыбырайым, құрбандықты үйіңе апар, бір бөлігін өзіңе ал да қалған екеуін жұртқа тарат. Ұлық Алла малға мұқтаж емес, құрбандықты мұқтаж жандарға таратып берген Алланың алдында хайырлы істейді». Ыбырайым мен Смағұл құрбандықты үйіне әкеледі. Ажар анамыз ұлының амандығын көргенде көзіне жас алып еңкілдеп жылап жібереді. Аллахқа мадақ айтып қазан көтереді. Бұған дейін жұрт малдың басын жемей ит құсқа тастай салады екен. Ыбырайым Ажарға: «Көк қошқар ұлыңды аман сақтады, жолыңа құрбан болды. Қойдың басын қадірлемей ит құсқа тастай салған шүкірсіздік болар. Бұдан бұлай ең құрметті қонағыңа қойдың басын тартуды салтың енгіз», дейді. Осыдан бастап сойылған қойдың басынан бөлек бақайларын да үйітіп, ішек қарындарын да нәжістен тазалап, әдемілеп өріп итпен бірге асатын болыпты. Ақ дастархан басына келгенде Ыбырайым қойдың басын алғаш мүжген екен. Жанында Смағұл отырады. Ол басқа қол созғанда: «Бұл сенің құрбандығың, басыңның амандығы. Әкең отырған жерде қойдың басын мүжгенің әдепсіздік болар» деп тыйып тастапты. Осыдан бастап малдың басын әке отырған жерде баласы ұстамайтын болыпты. Аңыз бойынша Ыбырайым дүние салған соң ғана Смағұл бас ұстайтын дәрежеге жетіпті. Бас ұстау атаңнан қалған, жамбас сыйлау қазақтан қалған деген мәтелде бас ұстау Ыбырайымнан, жамбас сыйлау түркілік дәстүрден дегенді меңзесе керек. Құт қойдың құлағында. Ерте заманда Сырлыбек дейтін кісінің ауылына кешқұрым қонақ келіп түседі. Ол ит құстың тілін біледі екен. Дастархан басында отырғанда сырттан ұлған қасқырдың даусын естиді. Оған ит үріп жауап беріпті: «Қасқыр: «Әй итеке шінім, әлімсақтан екеуміз туыс едік. Құдай менің 7 несібемді желден, 1 несібемді үйден жаратқанын білесің. Бүгін көзім осы ауылға түсіп тұр. Маған бір қой бер», дейді. Ит: «Қасеке, менің тоқтығым осы қойлардың амандығы емес пе? Қойды алдырсам қожайынның алдында ұятты болмайын ба?» деп көнбейді. Қасқыр: «Енеше қонағының атын бер», дейді қасқыр. «Қазір босағадан сығалайым. Қонақ маған сүйек берсе атты бере алмайым. Егер сараң болса ала бер», дейді. Қонақ мұның бәрін естіп отырады. Бір уақытта қонаққа ет тартылдау дегенде ит жайлап келіп босағаны сығалайды. Ол итті көріп қолындағы жамбас сүйегін сыртқа лақтырып жібереді. Үй иелері түсінбейді. Кәдетіп сыйлап берген асымызды далаға тепкен несі деп іштері ренжиді. Тамақ желініп болған соң бәрі ұйқыға кетеді. Таңертең қонақ абыр-сабыр айқайдан оянып кетеді. Түнде қасқыр шауып қорадағы қойларды айдап кетіпті. Үй иесі қонаққа: «Қонақ жақсы болса қой егіз табады, жаман болса қораға қасқыр шабады деген пиғылың лас адам екенсің» деп ренжиді. Қонақ сыртқа шықса, батысқа қарай кеткен екізді, шығысқа жүрген 400-ді байқайды. Қожайынға: «Қам жеме, қойың аман, шығыстай жайылып жүр, ал итің қасқырмен жан алысып жан берісіп жатыр. Басқа кеткен ізі соны меңзейді. Итіңнің артынан барма, ол ием келді деп саған алаңдап қасқырға алдыру мүмкін. Қасқырдың артынан барсаң, ол қорыққанын артына қарайды. Итің бас салып талайды», деді. Сырлыбек қонақты ертіп қасқырдың ізімен барады. Айтқандай иті мен қасқыр бір-бірін ала алмай көзбен араласып тұр екен. Қасқыр арт жағынан келе жатқан адамды есінен танып, жалт қарағанда ит тамағына шап береді. Қасқыр мерт болады. Сырлыбек қонағын ертіп шығысқа барса, сайдың ішінде қойлары жайылып жүреді. Буаз қойы егіз қоздап, қозыларын емізіп тұр екен. Сырлыбек қуанып: «Аңдымай, ашумен айтқан сөзімді кешіріңіз. Жақсы қонақ келсе қой егіз табады деген. Сіз тегін адам емес екенсіз. Көңілімді қалдырмай тағы бір күн қонақ болыңыз» деп үйіне түсіреді. Қонақ тағы бір күн қонақтайды. Ертесіне үй иесі одан: «Не бұйымтайыңыз бар?» деп сұрайды. «Итке қатты қызығушы едім. Көңілім бөрі басарыңызға ауып тұр. Қарғысын берсеңіз жетектеп кетер едім», дейді Сырлыбек. «Итіңіз не? Марқа қой берейін, жылқы жетектетейін», дейді.
Жоқ, ниетіңізге рахмет, итіңізді бұйымтай еттім деп итін жетектейді. Ит кетіп бара жатып, киіз үйдің іргесінде жатқан шиге дәрет сындырады. Қонақ: қожайын, мен ойландым, иттен гөрі мына жаман шиді алсам, қалай қарайсыз? Кемпірім ши әкеп бер деп қақсай беруші еді, соның тілегін орындайын, итіңізді қоя берейін дейді. Сырлыбек түсінбей келіседі. Қонақ шиді ала бергенде, әлгі қойдан туған егіз қозының бірі шидегі иттің дәретін жалайды. Қонақ қайтадан Сырлыбекке бұрылып: қожайын, шиді басқа жерден табармын. Көңілім жаңа туған қозыңызға түсті. Жас қозының етіне аңсармау жүреді. Іздегенге сұраған деген. Маған қозын сойып беріңіз деп қозға бата жасайды. Сырлыбек қонағының көңілін қимай әлгі қозыны бауыздайды. Қонақ: қозының басына ешкімнің қолын тигізбей алдыма тартсаңыз, құмарым қанып бір тояйын деп өтініш қылады. Ас піскен кезде Сырлыбек қозының басын тартады. Қозының бір құлағы жол екен. Қонақ: қожайын, қозының басына ешкім қол тимесін деп өтініш етіп едім, құлағы қайда деп сұрайды. Жолаушы: айып етпеңіз, жаңа ғана қозының басын қазаннан түсіріп суытып қойғанбыз. Біздің көзді ала бере үйдегі жүрмектің бірі қозының құлағын кесіп ап жеп қойыпты. Ат шапан айыбымды өтейін, қаласаңыз марқа қой сояйын, тек бізге ренжімеңізші деп жалынады. Қонақ мырс етіп күліп: шаңырағыңа тепкілесе де кетпейтін бақ орнапты дейді де, естіп білген оқиғасын бастан аяқ айтып береді. Сенің ырысың итіңде екенін білгенмін, алып кетейін дегенімде итің айла жасап дәрет сындырып ырысыңды қалдырып кетті. Дәрет деген шиді алмақ болғанымда қозы келіп жалап құт қозға қонды. Қозының басын жеп берекеңді аламын ба дегенімде оның кенже ұлын жеп маған бұйырмады. Құдай сүйген қылығың бар екен, қожайындылығыңды жоғалтпа деп батасын беріп аттанып кетіпті. Осыдан бастап ел аузында ырыстың бірі қойдың құлағында деген түсінік қалыптасыпты. Қонаққа бас тартқанда оның оң құлағын кесіп алып үйдің бір мүшесіне береді екен. Құт берекеміз өзімізде қалсын деп ырымдапты.